Укради брейнротты цунами басып кетті. Сондықтан бүгін мен брейнроттарды құтқаратын боламын. Бірақ брейнроттарды құтқару үшін мен жақсылап жаттығу жасауым керек. Себебі цунамидің жылдамдығы өте жоғары. Брейнроттардың барлығын цунамиден құтқарғанды қаласаң, онда тез арнаға жазыл. Мына жердегі подписаться деген кнопканы басып қой, саған 3 секунд берем. 1, 2, 3. Арнаға жазылдың ба? Лайк бастың ба? Ендіше видеоға кеттік. Менің базамда еш нәрсе жоқ, көршілерінде біраз қымбат брейнроттар бар. Енді мына цунамиден мынандай брейнроттарды қалай алып шығамын, соның жауабын табыңыздар достар. Осы ойынды жалғастырайын ба? Тез комментарийге жазыңыздар. Ал достар, анау қатты жүгіреді. Оның жылдамдығы 100 шақты шығар, менің жылдамдығым қараңыздар 18. Ал алғашқы брейнроттымызды көрейік. Мына жерде су. Ойбай. Алам ба? Алам, үлгерем. PBKV-ден бастайық. PBKV жақсы брейнрот. Цунамиге атыр. Қаш. Достар, үлгердік. Алғашқы брейнротымызды мына жерге келіп қоямыз. Ешкім ұрламайтын шығар, Мынаны 13-ке көтерсек қалай болады? Ақшам кете ма? Ақшам кетеді сияқты ғой, ақшам өте көп кетеді екен, $170 береді, жақсы. Бетеміз. Жақсы ғой достар, мен 7-ші левелге апарып тастадым бірден. Ақшам бірден көтеріліп жатыр. Мына магазиннен біздер өзіміздің жүгіру жылдамдығымызды сатып алсақ болады екен достар. Мен оны білмеппін, бірақ өте қызық. $233-ға бір жылдамдық қосады. $1600-ға ойбой, 5 жылдамдық, ал $5000-ға 10 жылдамдық қосады. Біздер 1 жылдамдық қосып көрейік. 1 жылдамдық $272 екен. Енді қатты білінбейді, айырмашылығы. Так, мына ойбай, фаст дейді. Фаст деген өте тез цунами деген ғой. Қазір енді біздер нені аламыз? Қымбат зат алғым келіп тұр. Қымбатқа қарай барайықшы. Леру. Так. Тата сахур жоқ. Бізге ол керек емес. Цунамилерге түсіп қалмау керек, ең бастысы достар. Мына цунамилерді қараңыз, медиум, орташа дейді. Яғни мына орташа жүретін цунами. Не бар мынаяқта? Бомбини, Кростини. Жоқ, күтеді. Новыйдан шыққан брейнрот 33 секунд тұрады екен. Авокадини, Гуфу. Достар, мына цунами! Не істедің? $3700 достар. $3700 жасақ қойған екен. Тезсе жылдамдығымызды осымен көбейтіп барайықшы. Мен жылдамдығы ұнамай тұр жүрдім. Так, 3700. Біздің жылдамдығымыз 27 болды достар. Артынан неге бірден өтте қымбат брейнроттар? Так, көтір. Тата сахур. Үлгермейміз, цунамидің асамына жекеті қылып қаламыз. Өткіздік бір цунамиді. Мына жерде арзан брейнроттар, сондықтан қымбатына қарай жүгіреміз. Қымбаты мына жақта. Үлгерем ба, қалай ойлайсыздар? Мына жерге де үлгерем ба? Үлгерем. Артынан тағы екеуге атыр. Мына от және су. Цунами және слоу өте жай. Ойбай! Достар, мына жерде не болып атыр? Леонель Кактусели. Мынаумен мен қалай барама? Жақында қол. Кірдім ба? Кірдім. Цунами жоқ қода. Ар жақта слоу кетір. Егер тез қазір бірдеме болатын болса, онда мына жер быт болады. Өтініш. Жай цунамилер келші. Достар, мына жерде қазір тез цунами келсе, жақында қол тығыламыз. Асықпаймыз, ең бастысы бұл жерде асықпау. Қазір асықпаятын болсақ, бәріне айырылып қаламыз. $700 тұратын. Ойбай, аңғараңдар. Қатты цунамилер кетіп жатыр ғой. Болды, жеттік па? Жеттік. Мына не үстеміне болдым мен? Арсаң үстеміне болдым ба? Так, қымбаттар неққа қарай қоя берейік. Ақшасын аламыз. Ақшасын аламыз да өсіреміз екен достар. Егер 7-ші левелға дейін өсірсек, мына өсіру қайта оңай екен өсіру. Секундына $9000 беріп жатыр достар. Ойбай, мына жақсы ғой достар. $12000 алып алдым. $17000 дейді. Жақсы, $17000-ға жеткізейік міне. Қалай? $26000 енді өсіру. Қазір қараңыздар, ақшалардың бәрін аламыз. Яғни жылдамдығымызды қатты қылып өсіріп көрейікші. Саған. Так, 20000, 93000, 19000. Біздің ойбай жылдамдығымыз 48 болатынан қараңыздар. Енді тез жүгіреміз біздер. Ақшалардың бәрін аламыз. Ақшаларды аламыз. 293000. Енді жолға шықсақ болады. 53-ке көтердім. 53-ке. Болды ғой мына 53-пен мен. Ойбай, мына қараңыздар, мына жерге де үлгерем. Қымбат брейнрот. Неге 67 арзан мына жақта? Үлгермей қалдым.
ей жылдамдықты тағы да өсіреміз 500 мың дейді 1 миллион. Онда мынаған өсіреміз және мынаған өсіреміз болды. Үлгереміз біздер, қиналмай үлгереміз. Маған қымбаттар керек, жаңағыда 700 бірдеме доллар деген сияқтылар. Үлгерін. Мәссаған, мына цунамилерді қараңдар, қандай үлкен. Неғып қымбат брейнрот жоқ? Қымбаттар ар жақтан шығады ғой, я. Міне қымбаттар, міне. 4,500 доллар беретін авокадрилла бар, достар. Соны алуым керек қой мен. Аха. Ойбай. Артқа қайтамыз ау. Ойбой, болмай қалды. Қарап аламыз, қандай қымбат брейнрот бар, қандай қымбаты жоқ. Бәрі легендари, маған қымбаты керек. Жирафа селестри, зебра, зубра лини. Ойбай, қашамыз. Тығылдық. Легендари. OG брейнроттар, стробери, элефант алсам болам ба сонда? Мына цунамиді қараңдар, орташа цунамидің өзі тез жүреді. Үлгерем ба? Медиумға үлгеретін шығарым енді. Үлгерем ба? Неқта тралала тұр, достар. Мынаны аламыз ба? Қалай болады екен? Оркалян алғот. Ойбай, мына хард. Супер слоу, өте жай. Цунами. Оркаля. Сен нормально. Осын алайықшы. 12.000 деген өте жақсы. Бұл еще мистик тұр ғой, мистик. Үлгердім. Анау тезге атыр. Үлгердім, достар. 2 цунами өтіп кетті, үлгердім. Кеттік, достар, тезіз ақшаны аламыз. Мұна жерден цунамилер келмей. Ей, басың жасай ма сен? Кет әрі. Мынау, мен брейнротымды алып көтейін деп жатыр ғой. 12.000 доллар беретін достарынан қараңыздар. Ойбой, наларды қараңыздар, енді қанша беретін. 3.700.000 достар. 3 миллион. Так, 59-дан 69-ға қарай көбейтеміз. Біріншіден. Екіншіден, мынаның беретін бағасын өсіреміз. Тағы да. Бірақ енді мыналарды өсіруді білмеймін мен. Керек па, керек емес па? Қараңыздар, камон. 295 доллар береді. Бұл 10-ға астам мынаны өсірген жақсы сияқты. Мынаны не істейміз? Пикап брейнрот. Керек па? Не құлап қалдым мен? Тұр! Мынаны тастап кетуге болмай ма мына жерге? Ой бе, 341 мың береді. Не қарап тұрсың? Кет әрі. Базына үлкейтуге болады екен ғой. Ойбай, білмеппін ғой мен, базына үлкейтуге болады. Ақшамыз 1x болып тұр. Екінші қабат бар ма бізде? Мына жерге қойып қою керек. Сол үшін мына ақшаларды аламыз. 5 миллион бір көтер жібереміз. Береді. Енді 426 мың береді. Ойбай, 532 мың береді болды. Әрі қарай енді жылдамдық сатып алайық. Неге қымбат жылдамдық? Мен жылдамдығымды 180-ге дейін апарғым келіп тұр. Бір қымбат брейнрот ұрлап келу керек, достар. Секундына өзі бір 20-30 мың доллар беретін. Мәссаған 82 жылдамдықпен енді қиналмай барады шығамыз. Кез келген цунамиге қарсы жүгіруге болады ғой мынау мен. Мынаға қарсы жүгіруге болмайды, бірақ фаст дегенге. Фаст деген енді бізге бірден қатты болып кетеді, достар. Мыналар цунамилер қатты ғой, достар. Сіздерге солай көрініп тұрған жоқ па? Мәссаған бір цунамиге ұсталып қалмай қымбатына қарай барайын, достар, ар жаққа қарай. Маған бір 30 мың беретін ба, сондай керек. Мына слоуның өзі мен бірде жүгіреді ғой. Кет, слоу, кет. Ойбай, бәрін күту керек қымнан қайтадан цунамилерді. Былай тұр. Медиум. Жай жүр, медиум. Қайтып жүгіреміз артқа. Қазанан ұрып, затын алып алам, достар. Алып қоятқан брейнротым маған істеді ғой. Жайла. Жай, неге 2 фаз цунами шығып келе жатыр? 3 фаз цунами. Қымбат сатты ұрлаған жүн сияқты, достар. Артынан медиум шықты. Ойбай-ай, ояқта не оғатқан қайдан көреміз? Суперслоу дейді. Суперслоу. Нан ұрлауға болады, достар. Суперслоу маған жетейін деп жатыр. Суперслоу маған жетейін деп жатыр. Кірдім. Цунамимен жарысып баратын, суперслоумен жарысып баратын. Қашамыз, артта суперслоу келатыр. Базыға жеттім. Ура! Әзірге көтерілмейді сияқты, жақсына ақшаларын алып алайын да, қайтадан мына жерден сатып алайын. Сосын битеміз. Болды ғой? 88. Қазір тағы да мынаны миллион беретін қыламыз, достар. Секундына миллион беретін қыламыз қазір. Болды ғой мынау, достар. Миллион беретін алғашқы брейнрот, достар. Оркаля. Ойбай, қазір бір барып келген кезде мен фасттан да қорықпайсың ғой. Так, кеттік. Фасттың артынан жүгіреміз. Қазір мына цунамилер дымын қалдырмаймыз. Қайтып келеміз, жүгірмейміз. 7 мың тұратын емес, бір 50 мың тұратын бірдеме алу керек, достар. Қымбат зат алсақ, мына жерде крайпус медусиді көріп тұрмын. Қайтып жүгіреміз артқа қарай. Артқа!
тірі қалдым. Достар, мынаны алатын болсам қазір 40 мың береді секундына. Мынаны апаруға болады. Фаст. Артында фаст кетіп баратыр. Фасттан құтылайық. Мына лақтыр. Драгон Канелони тұр ғой мына жерде. Ойбай, Драгон Канелони, достар. На Драгон Канелони. Фаст кетір. Канелониді алдым, достар. Канелониді алдым. Драгон Канелони. Енді мен Драгон Канелониім бар, достар. Мынаны апаратын болсам, әрине. Анаяқта фаст кет. Кір. Ойбай, ана бір фаст. Әдеттегі фаст емес қой, мына үстіне қою керек қой мынаны. Саған, достар, нан қараңыздар енді. Нан тез көтереміз ғой мынаны. Миллион беретін қылып тастайын деп тұрмын ғой. Мен дәл қазір миллион берді. Қанша беріп отқа қараңыздар. 145 миллион жинақ қойған ғой Оркалеро. Достар, мынаны бетеміз енді. Тез наған дейін көтеріп тастаймыз. 2 миллион береді. Мынау өздерін ақтап атыр ғой. 4 миллион береді. Мен бір көтереміз, сонымен 5 миллион 700 береді. Менің ең қымбатын тұр ғой, достар. Драгон Канелони кімде бар менен басқа? Бар ма біреуіңде? Қанша береді? 231 мың береді. Енді мықты емес қой әрине. Бірақ сонда да оны көтеріп қойға болады да, мықты брейнрот қылып тастауға болады. 288-ге 10 дейді ғой. Саған. Так, күте тұрыңыздар. Онда 5 қосайық. 93-ке көтердік және 5 қосуға болады тағы да. Қазір мен 5-ті қосу үшін мына Драгон Канелониімді бетем. Драгон Канелони қайда? Ақша міне. Бәсе? Мынау деген 100 боламыз, достар, қазір. Жылдамдығымды қараңыздар. 100 мың жылдамдығым. Ойбо, мына жылдамдықпен әкетеміз ғой қазір. Тағы бір көтеріп алдым. 11 миллион береді, достар, Драгон Канелони менің. Бетеміз, базамызды көтеруіміз керек ете. Базамыз әлі 5 долларлық болып тұр ғой. Перерождение керек екен ғой. Перерождение жасадым. Біріншісін, достар. Перерождениені былай жасайсың ба? Енді түсіндім ғой, достар, мен ананы сатып алып атын ғой. Енді 90 керек бізге. Ойбо, 90-ға жеткізу үшін бетеміз, достар, міне. Ақшамыз азаймайды ғой, мен істеп атырмын ғой. Саған перерождение 4x money. Ақшамыз енді одан да тез өседі, достар. Біздер нешінші перерождение кетіп баратырық? 9-ға кетіп баратырық па? 115 болады сонда да. Перерождение мен жасау үшін қиындау екен сәл. Ана жылдамдықты қараңыздаршы, достар. Мына жылдамдық манағыдан да қатты сияқты, маған сөйтіп көрініп тұр. 120, достар, 120 болды. Енді 120-ны перерождение бір рет жасаймыз, болды. 122 дейтін жылдамдық бар, достар, бізде. 122 перерождение, келесі перерождение жеткізу үшін оған дейін бізге қымбат бірдеме табу керек. Кіре алмай қалдым ғой анан кішіне. Не ағып құлай берем мен, тоқтау өте қиын ғой мына жерде. Мына цунамилер деген өте қатты. Ана жағына барып тоқтағым келіп тұр, достар, мен. Туыны түбіне қарай барам. Қазір білмеймін ғой жолдан не табылатын, не табылмайтын. Осылай түсіп аламыз. Қалғандар арзан, налар арзан. Керек емес мынандай арзандар. Бізге Strawberry Elephant керек. Тарту гений, Драгон Фрут. Чеклетерия, бичеклетерия. Мынаны аламыз, достар, тез. Жүгіреміз базар. Космический. Мынау, достар, космический түрі. Чеклетерия, бичеклетерияның. Ойбай, ештеңе жете алмайды маған. Мынау мен тіп-тіке жүгіріп қашсам болады. Базаға кіргізіп алдық. Енді Драгон Канелонидің қасына қоямыз. Және екеу ақшалып келетін. Наны тез енді секундына 10 миллион беретіндей қылып алу керек, достар. Ойбай, бейт тұрып істеп аламыз ғой мынаны. Ақша бітмейді, бейт істей береміз. Рахат емес па, достар? Қараңыздар, 10 миллион береді. 74 миллион береді, достар. Так, енді бізге не керек? Келесі перерождениеге 121 дейтін неше қалды? 2, 3 қана скорость қалды. 3 скоростен келесі перерождение болады. Перерождение мен бізге не ашылады? 6x money. Ақшамыз 6x-қа. Ойбо, мен базамды қарап жүрсіңдер ма? Бірдеме алғыларың келіп тұр ғой, Мен түсінемін сендер бірдеме алғыларың келіп тұрғанын. Бірақ енді өкінішке орай кешірім сұраймын мен сендерден. 130 болдық, перерождение жасаймыз. Перерождение. Және скоростымыз 18 болып қалды, достар. Қазір, достар, не болса да Strawberry Elephant ұрлауға тырысам. 130-ға жеткіземіз қазір бірдеме қылып. Ойбо, 6x дей ма? 100 миллион беретін қыламыз. 100 миллион береді, достар, енді секундына. Қазір бір барып көлетін болсам 127, 128. Ойбай, мынадай жылдамдық бет, дымнан қорықпайсың ғой. Мына жерге келіп тұрып аласың. Тез өтіп кетіңдер, цунамилер. Мен қазір ойбай, дымнан қорықпаймын мен. Фасттан да қорықпаймын. Фасттың өзі маған жете алмайды, достар. Тез лайк басыңыздар. Қазір Strawberry Elephant тығып келемін мен. Нуклеаро динозавр отыр ғой мына жақта. Неге мынау қымбат береді? Маған бірақ ол қызық емес. Маған қызығы білесіздер ма не екен? Подход спот тұр. Фаст екен мынау. Қоя қойық мына жерден.
Так 127 дейтін жылдамдықпен жүрмін достар. Тартугини драгон фрутини. Достар, ана жетейін десем жеткізбейді ғой. Қазір бір цунамиді өткіземіз, жүгіреміз, тез жүгіруіміз керек. Ай, мына медиумда жеткізбейді. VIP болғанда ар жаққа қиналмай жететін достар. Подход спот 96 мың береді, ол маған керек. Ла Гранде комбинацион шықты. Мен мұнаны алуым керек қазір. Я? Ла Гранде комбинацион достар. Мынау Ла Гранде комбинацион емес. 100 мың береді, осыны алуым керек қазір. Қазір менің целім міне тағы бір чек-критерия тұр. Кеттік. Біздер кеттік ал. Базаға қарай осымен соңына дейін қашамыз достар. Ла Гранде комбинацияны аламыз. Маған жете алмайды шығар ешқайсы, ешқайсы жете алмайды достар, мынандай жылдамдықпен. Аха, кірдік. Слоу модты қосып қойықшы базаға барған кезде. Бізге базада слоу мод тұру керек. Басай береміз ғой бүйтіп. Драгонды көтерейін десем, драгон ондай қатты бермейтін ол сияқты. Бірақ сонда да көтеріп қойық. Енді перерождение жасаймыз қазір ақшаларды аламыз да. 126 миллион. Мына екеуін өйстіп көтере беру керек. Охо, мынау дегенің керемет емес па? Ойбай, 100 миллионнан беріпса әрқайсысы. Бір барғанда 73 миллиард ақша жинап қойған ғой. Не дейсіздер? 140 керек екен. Міне 140 жетті 140-қа. Ойбай, наны бір көтеректі ақшасын беретін. 443 миллион береді енді. Болды, 100 миллиардқа жетті. Енді базамызды бір көтереміз және перерождение жасаймыз. Перерождение кетті ал. 8 миллиард, енді 140-қа қайтаны жеткізе аламыз ба? Ол әңгіме қайда жатыр десеңіздер, әңгіме міне осы жерде жатыр. Қазір енді мына жерден тез 140-қа дейін апарамыз. Біздің қазір жылдамдығымыз 68, 78, 140, 141, 142. Міне 1, 2. Өте жақсы. Енді слоуды қостық және біздер слоудан да тез жүреміз достар. Достар, битеміз. Ай, жоқ, тоқтай алмайсың ғой. Жылдамдығың сонша қатты, ертерек түсіп алмасаң, мысалға мынаның ішіне бүйтіп жаймен келіп қиын екен. Так, қымбаттарда не бар мен көріп тұрған жерде. Битек. Болды, 1.19-ға жеткіздік. Қазір енді мынаны аламыз. 154 болды жылдамдығымыз. Әшейін ба, достар? Әшейін ба? Мына жылдамдықпен. Фасттың өзін сезбеймін ғой мен қазір. Фасттың өзін сезбеймін ғой мына жылдамдықпен. Драгон Канелони керек емес, бізде бар Драгон Канелони. Бізге қымбат бірдеме керек, фаст кетіп баратыр артынан. Фаст өтіп кетсе. Жеткізбейді ғой достар. Ар жаққа бірдеме қылып жетуіміз керек қой. Тек шықпаш, қатты шықпаш, слоу шықшы. Жеттім. Достар, OG-ге жеттім. Мынау секрет. Саған достар. Секретный алдым. Қалай дым шықпай жатыр? Бірақ Маттео ма достар? Неге мына жерден бірдеме? 2 миллион беретін лақтыру керек. Ана жерде 2 миллион беретін бірдеме тұр. Құлап қалма. Ойбай, достар, 2 миллион беретін затқа жетіп едім ғой. 2 миллион беретін бірдемені алайын деп атыр едім. Не екен көрмей қалдым атына дейін. Алам 2 миллион тұратын затты. Мына цунамилер бізге уже ешқандай не тудырмайды. Ойбай, мынаның артына тағы бір лайтинг кетір. Үлгеруім керек қой. Мана үлгердім ғой мен. Неге хотя бы Маттеоны алып кетпедім, достар? Қанша қаражат алып кеттім, бірақ 2 миллион беретін бірдеме тұрды ғой. Жоқ достар, мына жете алмаймын екенбіз. Мына жерге тығылып қаламыз. Енді жетуіміз мүмкін. Неге фаст ол? Саған секретке сәл қалып тұрған кезде фаст болам ғой. Жетем. Осы жол жетем достар. Осы жол жетем дедім ба? Жеттім. Мына қараңыздар. Қанша тұратыны бар? 350 миллион тұратын. Ананы алғым келіп тұрда, білмеймін да, бірақ қай кезде алу керек екен. Қайтадан жүгірдім ғой артқа. Біреу өтеді, содан кейін жүгірем. Тез жүгіру керек маған. Бір күту керек. Не бар, не жоқ, өтсін бәрі өтсін. Енді соңына дейін жүгіреміз. Так, біздер мына фастпен бірдей жүгіреді екенбіз. Мынаумен достар, мынаумен ішке алып кетем ғой қазір мынаны. Вау, достар, секрет брейнротты базам алып келдім. Қалай сіздерге? Секундына 1 миллион беретін секретный фрогы лалалан алып келдім. Оны қазір біздер бұлай көтереміз ғой, триллион бар ғой бізде. 11 миллион береді қазір, бұны 1 триллион беретін қылам секундына. Ойбай, бете береміз біздер. Ойбай, 1 миллиард беретін бірінші брейнрот қой достар. Мыналар 1 миллиард бермейді ғой мынаның қасында. Болды ғой мынаны. 3.69 енді мына фрогы. 3.69 алып келеді достар, біздер 1 триллионнан оңай өтіп кеттік мына жолы. Білмеймін, айта алмайым, перерождение жасай беруге болады сияқты. Ақшамды мынаны не істеп жүрейін, базаны үлкейтіп жүрейін. Ақша бар кезде қиналмайды. Біздер перерождение жасайық достар. 12-ші перерождение жасадық.
12-ші перерождениемен бізде енді 7x ақша алып келетін болады базамыз. Ол жақсы деген сөз. Және мына жерде тұрған брейнроттарымыз ішінде бір секрет бар. 3 космик бар. Олардың өзі өте жақсы қаражат алып келеді. Мысалға мынау сәл 1 миллиардқа сәл жетпей тұр. Онда 1 миллиардқа жететіндей қылып тастауға болады. Мысалы, қазір бүйтіп 1 миллиард беретіндей қылып тастауға болады. Осылайынан мынаны да 1 миллиардқа жақындатуға болады. Қазір бүйтіп тұрып. Достар, брейнроттарды цунамиден құтқару ойынында менің 4 брейнротым енді 1 миллиардтан жоғары қаражат алып келеді. Еш қиналмастан 160-қа жеткізуге болады. Жүгірісімізді. Не болып кетті мынау? Ішіне кіріп сатушы болып кеттім бе? Міне достар, 160 деген біз жүгіру стилін алдық. Қараңыздар, енді біз кез келген жерге, мысалы фасттан да тез жүгіреміз. Я? Ойбай. Құрметті досым, саған видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Miller Play арнасы келесі жүздескенше. Досым, мына тұрған 2 видеоны көруді ұмытпа.